Құрметті YouTube көрермен, әңгімені бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып өтіңіз. Менің түрімді көріп шошып кетсе керек, әрең сөйледі сөздерін үзіп. Маған бақырайып қарап қалыпты. Шаштарым ұйпа-тұйпа, реңім қуарып кеткен. Азып құр сүйекке айналған мені әрең таныса керек өзі де. Ол үйге кіріп, шкафтың үстінен төлқұжатын алып жатқанда да мен бір ауыз тіл қатпадым. Мелшиіп меңіреуші тұра бердім. Сыртқы есіктің алдында. Шығып кеткен соң есікті қайта жауып алмақшымын. Бірақ ұлан қайта кететін түр танытпады. Қасыма келіп, бұлай болмайды ғой. Өзіңізді неге бос тастап жібергенсіз? Өмірдің бар қызығы осымен ғана шектеліп қалмаған шығар. Өзіңізді қолға алыңыз дейді. Өмірді көріп қойған адамша. Мен кет дегендей ымдадым. Мен сізді тастап кете алмаймын. Жүріңіз, отырып шай ішейікші деп тіке ас үйге кіріп барады. Маған бәрібір. Үйге кім келіп, төңкеріп кетсе де, маған бәрібір болып қалған. Қолымды бір сілтедім де төсегіме келіп жаттым. Ал ол тоңазытқыштың бос тұрғанын көріп, мен дүкенге барып келейін, қазір келемін деп шығып кетті. Жаңа ғана ұйықтататын дәрі ішіп алған мен маужырап жатырмын. Сәлден соң ұлан шырын көкөніс алып келіпті. Сіздің жасаған жақсылығыңызды біз қалай ұмытамыз? Есіңізде ме? Әпкем жағдайын айтып, сізден ақша алып еді. Сол кезде сіз еш ойланбай бере салдыңыз. Өз әпкемде қиын жағдайға түскенде біз ештеңе істей алмадық. Көмек берер қауқарымыз да болмады. Бірақ ол ешкімге салмақ салмай сіздің арқаңызда қызын емдетіп алды. Айлығынан бөліп төлеп, қарызының жартысынан құтылды. Жартысын кештіңіз. Әр отырғанда әпкем сізді аузынан тастамайды. Әлі күнге айтып отырады. Сізді уайымдап жүр. Қолынан келсе, осындай жағдайда бір демеп жібергісі келеді. Бірақ білесіз ғой оның жағдайын. Жалғыз басты ана, 4 баланы жалғыз өзі өпірімдеп асырап отыр. Сіздің қазіргі жағдайыңызды көріп, мен үнсіз кете алмайды екенмін. Орныңыздан тұрыңыз. Тіршілік жалғасады. Мынау жырынды ішіп алыңыз, сөйлесейік. Мүмкін менің көмегім тиіп қалар деген ұлан менің басымды сүйеп шырынды ұсынды. Ол ұсынған сусыннан бір ұрттап қайта жаттым. Білесің бе, ұлан, мен не үшін қиналып жатырмын? Дүниемде емес, уақытымды жоғалтқаным маған қиын болуда. Жастық шағым қайта келмейді. Мейлі дүние табылар, бірақ мен ешкім емес екенмін. Өзіңді біреуге керек сезінуде бақыт екен деп зейнеттегі бір апа айтып еді. Сөзінің мәнін ұқпап едім. Мен сөйлеп жатқанда ұлан маған үнсіз қарап отырды. Аяп жаны аши қарағанын ұнатпадым. Мені мүсіркеме, рахмет қамқорыңа, бара бер енді жұмысыңа, дедім басымды терезе жаққа бұрып. Ол кешке жұмыстан босағанда келетінін айтып шығып кетті. Дөңбекшіп жатып ұйықтап кетіппін. Бір кезде маңдайыма тиген ыстық алақаннан көзімді аштым. Айжан келіпті. Қалай жағдайыңыз деп күлімсіреп отыр. Інісі ұлан жағдайды айтқан секілді. Уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз. Бұл тығырықтан да шығасыз. Мен сізге сенемін дейді. Басымды шайқай беремін қайта-қайта. Бар ақшамды түйіп әкеліп отырмын. Балаларымның жәрдемақысы тиіп еді, кішкене болса да көмегім болсын. Жоқ, қолымды қайтармаңыз. Маған жасаған жақсылығыңызды қалай ұмытамын мен? Сізге мынадай жағдайда қолымнан келген көмегімді бермесем, өзімді кешіре алмаймын. Тамағымнан қалай ас өтеді деп ақшаны жастығымның астына қойды. Айжан тамақ пісіріп, шаңдарды сүртіп, жағдайымды жасап кетті. Менің күйім әңкі-тәңкі. Сонда да ол кеткен соң орнымнан тұрып қыбырлап тіршілігіме кірістім. Кепілдікте жатқан көлікті сатуға жарнама беріп қойдым сол күні. Көлік кетсе де үйімді аман алып қалуым керек. Баспанам аман болса өлмеспін. Кейінгі күндерде ұлан жиі келіп хабар алып тұратын болды. Мен оған кәдімгідей бауыр баса бастадым. Інім бе, досым ба түсініксіз сезім. Келмесе іздеймін іштей. Көлігімді ұланның арқасында саттым. Сатып алатын адамды тауып әкелген ғой, пәтердің қарызын жеңілдеттім. Аз да болса жүгім жеңілдеді. Сол күні ұлан бір жақсы ой тастады маған. Риза болдым. Әпкесіндей көріп, жанашырлық танытып жүрген пейілі неткен жақсы еді. Мен оған сендім. Тірліктің көзін білесіз, бірақ кәсібіңізді тоқтатып тастады. Басқа біреудің атына фирма ашып, неге жұмысыңызды жалғастыра бермейсіз, деп еді. Айналымға ақша керек. Одан кейін кімнің атын ашамын? Қазір сенетінде адамдарым қалмады айналамда деп күрсініп едім.
Менше айналымға ақшаны өзі табамын. Құжаттарды менің атыма заңдастырып, тірлігіңізді жалғастыра беріңіз. Маған жұртқа берген айлығыңызды беріп тұрсаңыз болғаны деді. Көп ойланған жоқпын. Мынауың дұрыс екен деп оған жалт қарап, көздерім күліп қоя берді. Көзсіз сенгенімнің арқасында абыр-сабыр жұмысқа кірістік те кеттік. Алдымен жүгіріп жүріп құжаттар жағын реттедік. Офис жалдадық. Ұланға тынбай түсіндіріп жүрмін жұмыс барысын. Ол да белсене кірісіп кеткен. Айжан да қуанып жүр. Өмірімнің жаңа белесі басталғандай, мен бар ойымды жұмысқа бағыттадым. Тірлік өз бағытына түсіп, нарықта жаймен айнала бастағанда қатты қуандым. Ұлан да бар ынтасын осы кәсіпке салған. Не дегенмен өз көлігін сатты, несие алды осы бастама үшін. Офис жалдап, техникаларды түгендеу, жарнамалап, тұтынушыларға таныстыру, мамандарға айлық тауып беру, мұның бәрі аз қаржы қажет етпесі анық. Менің тәжірибем мен Ұланның қаржысының арқасында көп ұзамай кішігірім баспахананы қайта ашып алдық. Құжат бойынша Ұлан басқарады. Бұрынғы тұтынушыларым мен тәжірибемнің арқасында жұмысты түгел өзім жүргіземін. Бірде Ұлан жерден жеті қоян тапқандай ентігін баса алмай офиске кіріп келді. Кабинетке кіріп керемет жаңалық барын айтты. Осылай жұмысымызды жалғастыра берсек, келесі жылы конкурсқа қатысып, тендер ұтып алуға мүмкіндігіміз бар екен. Тиісті адамдармен ақылдастым деді, көздері оттай жанып. Бұл жайында өзімде ойланып жүредім. Қуанғаннан орнымнан тұрып Ұланды құшақтап алдым. Жұмысымыз осылай тез жүріп кетеді деп ойламаппын деп, оның бетінен қалай сүйіп алғанымды байқамай қалдым. Білмеймін ғой, ол да бұл сәтті қалт жібергісі келмегендей мені қапсыра құшақтап көтеріп алды. Мен оның бетінен сүйгенде ол менің ерніме жабысты. Мұндайды күтпеген едім. Құшағынан босанбақ болып тыпырши бердім. Әрең босатты. Басым айналып, тәлтіректеген күйі орныма отырдым. Не ойлайтынымды да білмеймін. Тілімді жұттым. Інім сияқты жақын тартып жүрген Ұланнан мұндайды күтпегенім рас. Үш ұйықтасам түсіме кірмеген бұл жағдай. Көзімді төмен тастап, екі бетім ұялғаннан өртеніп отыр. Оның менен көз алмай қарап отырғанын іштей сеземін. Бұл қалай болғаны дегендей, неше түрлі сұрақтар санамды жаулап үлгерді әп-сәтте. Ұрысып, қуып шығайын десем, қауқарым жоқ. 18 жастағы қыздай қысылып ұялып барамын. Кешіріңіз, Ұлан кабинеттен шығып барады. Ләмем деген жоқпын. Орнымнан қозғалмаған күйі қанша уақыт отырғанымды білмеймін. Денем бір ысып, бір суып, бір жымайып, бір түнеріп, түрлі ойлар қоршап, тапжылмай отыра беріппін ғой. Ал осыдан кейін жұмыспен несиенің уайымы жайына қалды. Жүрегім атқақтап, бір белгісіз күй кеше бастадым. Таң атқанша ұйқы көрмедім. Ұланды ойладым. Ойлағанда да оның құшағы, ер құшағын аңсағанымды іштей мойындадым. Бірақ мүмкін емес. Ұлан менен кіші. Ұят-ау ұят. Масқара, қай миымен ойлап жатырмын оны, деп басымды төбелеп те қоямын. Сол жағдайдан кейін Ұлан бір апта жоғалып кетті. Бұл бір апта мен үшін жылдарға татыды. Апта бойы жүректі ойнатқан сезіммен арпалыстым. Керегі жоқ. Шоқ баспай тұрғанда байланысты мүлдем үзуім керек. Жас жігіттің миын ашытпайын. Мен кіммін, ол кім деп бірлескен жұмыс жайында жоспардан бас тартпақ болдым. Сонымен жұмысқа мен де бармай қойдым. Кепілдікте тұрған пәтерімді өткен бағасына сатып, қарызымнан құтылып, басқа қалаға кетуді ойладым. Сол жақтан жаңа өмір бастауға бел будым. Бірақ ол келді. Түк болмағанда үйімнің есігін қағып тұр. Жұмысқа неге келмей қойдыңыз дейді. Сол сәт неге дәрменсіз болып қалғанымды өзімде түсінбедім. Дәл қазір оны үйіме кіргізсем, тірліктің насырға шабатынын сезіп тұрсам да, есігімді аштым. Ең жақын адамымды көргенде еріп сала бердім ғой. Оны маңайыма да жолатпаймын деген ойымның қайда ұшып кеткенін білмеймін. Үйге кіргіздім. Не керек, сол түні Ұлан менің төсегімде түнеді. Оның құшағына қалай құлағанымды өзімде білмеймін. Тым жақын келіп, үнсіз тұрған оның кеудесін кері итеруге күш болмады менде. Бетімнен сүйе бастағанда кері бұрылып кете алмадым. Қол аяғымды сол жерге матап байлап тастағандай қимылсыз қатып тұра бердім. Көтеріп алып диванға жатқызғанда ұялшақ көздерімді жоғары көтеріп оған қарадым әрең. Оның көздері сондай өзгеше де сырлы еді. Сол өзгешеліктің тереңіне батып кете бардым. Бұл тереңнен жұрттың сызып қойған шеңбері мен қоғамның көзқарасы да алып шыға алмасы анық еді. Екеуміз де үнсізбіз.
Сезімді қозғайтын әдемі сөздер айтпадық бір-бірімізге. Дәл сол сәт екеумізге де ұнады. Ал ертеңгі күн жайында ойлауға қорықтық па, сенбедік пе, ол жайында әңгіме қозғалмады. Түнде төсек қызуына жылынып шықсақ та, таңертең бір-бірімізге салқындық таныттық. Қараңғы түнде тар төсекте екеумізде басқа жандарға айналып едік. Бір-біріне ынтық, өліп-өшіп сүйетін жандарша от болып жанбадық па? Жарық түскенде неге меңіреу кейіпке түсе қалғанымызды екеуміздің де ішіміз сезеді. Ештеңе айта алмаймыз. Ол да мен де. Миымызда неше түрлі ойлар шатасып жатқанын сеземіз. Тіл қысқа әттең. Мен жұмысқа барайын деді, шайды бір ұрттаған ұлан. Сіз де жүріңіз деді маған қарап. Кейінірек барамын дегендей басымды изей бердім. Ұлан кеткен соң мен еңіреп жыладым. Осы кезге дейін дәл қазіргідей сыздап ауырмаған жүрегімді жұбата алмай ұзақ жыладым. Сүйіп қалғанымды, сүйікті болғым келетінін мойындап, асау сезімімді сабырға шақыра алмай боздадым. Оның құшағын тағы да аңсап отырған тентек тәнімнің шарпыған отын баса алмай жыладым. Махаббатымызға кедергі болар жас айырмашылығы мен уақытты кері жылжыта алмайтын шарасыз халіме еңіредім. Осы кезге дейін тұншығып жатқан сезімнің дәл қазір бой бермей, бас көтере қалған ессіздігін кінәлап жыладым. Ұлан екеуміздің ортамызда тұрған көзге көрінбес қамалды бұза алмайтын дәрменсіздігім үшін егілдім. Ешқашан жолымыздың бірікпейтінін біліп, арманның орындалмайтынын мойындап жыладым. Ғұмыры тым аз болғанда да бір түндік қана махаббатымды аяп еңіредім. Ер азаматқа шын құштар болу, бүкіл жан таңыңмен құшағын қайта аңсау сағынышын сезіне білдім. Осы жасқа келіп, мұндай сезім енді басымнан өтті. Қалған өмірімде сол сезімді сырттай аялап өмір сүрсем де жетер. Кетуге бел будым. Жас жігіттің өмірін бүлдіргім келмеді. Ол өз теңіне үйленуі керек. Шынын айтсам, өзімді оған лайық көрмедім. Обалына қалғым келмеді. Көз жасымды сүрте жүріп, мен буынып-түйініп жолға жиналдым. Ұланды қайта көрсем, сезіміме жауап бере алмасым анық. Тез кетіп қалғым келді бұл ортадан. Басқа жақта жүріп-ақ ғаламтор арқылы үйді сатылымға қоя берермін. Сол қалада таныстарым мен туыстарым тұрса да, ешкімге салмақ салғым келмеді. Арзандау пәтер жалдап, жайғасып алғанымды ғана үстімнен жүк түскендей терең демалдым. Мен кеткен соң ұлан телефон соқты қайта-қайта. Жауап берген жоқпын. Айжан да хабарласты. Телефон номерімді ауыстырып тастадым. Алайда жағдайдан қашып құтылсаң да ойыңнан безіп кете алмасың анық. Нағыз азапты күндерім енді басталған сияқты. Қарсы жағынан бір қысылсам, енді сағыныш сезімі тұншықтыра бастады. Бәрін тастап, тіке ұланға ұшып барғым келген сәттер болды түн ортасында. Бармаймын, жолықпаймын, жолымыз екі бөлектеп, жадыма қайта-қайта жаттатып қойдым. Сол арада пәтерімді сатып алатындар да бірінен кейін бірі хабарласа бастады. Баруыма тура келді. Таксимен офистің алдынан өттім әдейі. Бүкіл аяқ қолым қалтырап, өзімді жоғалтып қоя жаздадым. Көліктен түсе салып, жүгіріп кіріп барғым келді офиске. Әрең бастым өзімді. Екі ортада шабылмайын, ұланмен қайта кездесіп, жағдайды ушықтырып алмайын деп қорықтым. Пәтерді кезекті клиентке сұраған бағасына сатып, банктен босатып алған ақшаны қалтама басып, жалдаған пәтеріме қайта келдім. Жаңа өмір бастаймын дедім ғой, өткеніме қайрылмаймын. Сол үшін де осы қалада тұрақтануым керек. Қолымдағы ақшаға бір бөлмелі пәтер ғана келеді екен. Ақшам орынсыз жұмсалып кетпеуі үшін ескілеу болса да бір бөлмелі пәтер алып қойдым. Өзім кәсібімді қайта бастай алмаймын әзірше. Еңіреп езіліп жата бергеннен не пайда? Соншалықты әлсіз емес едім, өзімді қолға алып айлыққа жұмыс қарастыра бастадым. Айтуға оңай ғой әрине. Бірақ сол кездегі жай-күйіме екінің бірі төтеп бере алмасы анық еді. Бір сәтте барынан айырылып, одан қалса аяқ астынан ояна қалған сезімді сөндіріп, бәрін ұмыту қиын еді. Әр нәрсенің қайыры бар емес пе? Бірін жоғалтсаң, екіншісі өзі тауып келеді екен. Аңсай бастаған едім ғой, ана болу бақытын. Күйеуді керек етпесем де, өзім үшін перзент сүйгім келген, жұмысым жүріп тұрғанда. Сол арманның орындала қалғанын қарашы. Бойымдағы түсініксіз өзгерістерге күдіктеніп тексерілсем, жүкті екенмін. Жүрегім алқымыма келіп тығылды. Дәл сол сәтте қандай сезімде болғанымды ешкімге айтып жеткізе алмаймын.
Қуандым ба, өкіндім бе білмеймін. Екі сезім арпалысып, бар ойымды тығырыққа тіреді. Емханадан шыққан соң шақырайған күннің астында жаяулатып жүре беріппін. Көп ойландым. Жұмысым жүріп, ертеңгі күніме сенімім бар кезде перзентті болғым келген. Ал қазірше оны қалай асыраймын, қалай өсіремін, басым қатты. Тәуекел түбі жел қайық. Ана болу бақыты бар қорқынышты жеңеді екен. Ертеңгі күніме деген сенімсіздікпен лаулайтын жұрттың өсегін таптап өтіп, мені бір шешімге әкелді. Перзентімді дүниеге әкелемін. Осы перзентім үшін өмір сүремін енді. Жоғалтқанымның бәрін қайта қалпына келтіремін. Өзіме осылай серт бердім. Ал баламның әкесі жайлы ойлағанда жан дүнием жадырап сала береді өздігінен. Жүрегімнің соғысы жиілеп, денем бір ысып бір суиды. Сонда да ешкімге айтпауды ұйғардым. Баламның әкесі кім екенін ешкім білмейтін болады. Тіпті өз әкесі ұланда. Сол күннен бастап менің бар ойымды дүниеге келер перзентім жаулап алды. Алға сүйрейтін мақсат бар менде. Болашақтағы әр сәтімді өмірге келер баламмен байланыстырып, күндеріме мән пайда бола бастады. Ұланды ойлап күрсініп аламын арасында. Әттең-ай бір кем дүние. Некесіз перзентті дүниеге әкелмекпісің деп маған туыстарым ештеңе айта алмады. Не дейді, не кеңес бере алады? 40-қа жақындаған кәрі қызға қайсы күйеу тауып бере алады? Амал жоқ, менімен бірге олар да қуанды. Жар қызығын көрмесе де ана болу бақытына бөленсінші деген болар оларда. Маған енді босаңсуға болмайды. Етек-жеңімді жинап, ертеңгі күні дүниеге келер перзентімді ойлауым керек. Іздестіріп жүріп, бір компанияға менеджер болып жұмысқа кірдім. Айлықты үнемдеп жинай бастадым. Дүкенге барсам, баяғыдай өзіме есепсіз көйлектер мен сөмкелер ала бермеймін. Балалар дүкеніне барамын тіке. Балаға киім мен ойыншықтарды сатып ала бердім. Балаға деп алған әр затым маған күш сыйлайтын. Сондай күндердің бірінде ұлан келіп тұр үйге. Мекен жайымды араға әпкесін салып үйдегілерден сұрап біліпті. Оны көріп мойнына асылып кеткім келді. Құшағына тығылып көп сөздер айтқым келді. Сүйіп қалғанымды, сол бір түнді әлі күнге дейін ұмыта алмай жүргенімді. Сол бір түннің жемісі құрсағымда өсіп келе жатқанын жасырмай ақтара салғымда келді. Бірақ өрікпеген сезімді тежедім, салқын қарсы алдым. Бәрін тастап, қайда кетіп қалдыңыз деп, бетімнен сүйіп амандаспақ болып еді, артқа шегіндім. Жайша келдің бе дедім, түрімді суытып. Мен қалай ойлайсыз? Неге менен қашасыз деген ұлан тағы да жақындап келеді маған. Жолама дедім көкірегінен итеріп. Сол сәтте бұл ой қалай қайдан келгенін білмеймін. Қазір болашақ күйеуім келеді. Сені бұл жерде көргім келмейді. Кет дедім. Болашақ күйеуім? Ұлан қабағын түйе қалды. Иә, мен жақында күйеуге тиемін. Саған отчет беруге міндетті емеспін. Бәрін ұмыт, кет дедім. Үн қаталмай қалған ұлан үйден шығып жүре берді. Ол кеткен соң отыра қалып тағы да жыладым. Солай жасамасам тағы болмас. Екеуміздің жолымыз ешқашан тоғыспайтыны анық қой. Үміттендіргеннен не пайда? Өзімді де оны да қинамау үшін осы шешімім дұрыс деп ойладым. Сонымен күндер өтіп жатты. Қарным шермие бастағанда жұмыс істеуімде қиынға соқты. Түсік тастауға қауіп бар екенін дәрігерімнен естігенімде жұмыстан шықтым. Ары қарай не істеймін? Ешқандай кіріс болмаса қалай күн көремін? Баламды қалай асыраймын? Бірақ мұның да жолын таптым. Бір танысым қала шетінде ескі жатақхана жалдап тұратын. Бағасы арзан. Ал өз пәтерімді бір бөлмелі болса да тұрмыстық техника жиһаз алып сәндеп қойып едім. Орталықтағы сол пәтерімді жалға беріп, өзім қала шетіндегі арзан жатақханаға шықтым. Осылай амалдап тұруым керек. Ең бастысы ешкімге алақан жаймаймын. Жалға беріп қойған пәтеріммен күн көруіме болады. Маған зәулім үйме, ескі жатақханама бәрібір. Ең үлкен байлығым құрсағымда өсіп келе жатыр. Аман есен босанып алсам, күтуші жалдап жұмысқа шығамын деп жоспарладым. Ал ұлымды босанғанда мен де өмірге жаңа келгендей болдым. Бұл дүние сан түрлі ашық түстермен құбылып сала берді. Ана болу бақыты осыншалықты ғанибет екенін білгенімде бәрін шетке сырып баяғыда тұрмысқа шығып алатын едім ғой. Мейлі, ештен кеш жақсы.
Бұдан артық бақыт бар ма екен, айтыңдаршы. Өміріме шуақ болып енген перзентімді қолымнан тастамай, әр сәтін қалт жібермей, күлсе күліп, жыласа мұңайып, уақытты артқа тастай бердім. Барымды, нарымды ұлыма арнадым. Арбаға салып серуендеуге шыққанымда, мынау жер беті ұлым екеуміз үшін ғана жаратылғандай керемет күйге бөленемін. Сондай күндердің бірінде ұлан хабарласып тұр телефонмен. Бөтен жандарша жағдайын сұрадым. Ал оның даусында қобалжу бар. Конкурстан ұтып алдық. Ары қарай жұмыс көбейді. Шынын айтсам, өзім ептей алмайды екенмін. Сіздің көмегіңіз керек дейді. Мен не деп жауап берерімді білмеймін. Ішім алай-дүлей. Тап қазір-ақ ұлымды құшақтап ұшып барғым келеді. Сол сәтте ұйықтап жатқан бөпем оянып, жылап қоя берді. Нәрестенің даусын естігенде ол да бір сәт үнсіз қалды. Соңғы кездесуде оған тұрмысқа шығатынымды айтып едім ғой. Күйеуге тиіп балалы болып үлгерді деп ойласа керек. Шамалы үнсіздіктен соң құттықтаймын деді. Рахмет, мен жұмыс істей алмаймын. Балам әлі кішкене деп телефонды сөндіріп тастадым. Тағы да жылау еңіреу. Ұлым жасына таяғанда Айжан қызына ұзату той жасады.